Niyetsizler mi bağlar? Kaneki, bugünkü bizim sabahımız matematika. Şartlık 10 sanın payda boluğu және sandı sızgış arkalı misallar şeşemiz. Kaneki, şartlık şembirden başlayımız. Aralar Tanatı, aldı savlı taratı, jaynaydı davamız, Kaylıtar, kaylıdır, sarıner, söz bir. Жарайсыңдар балалар. Енді барлығымыз жайғасып орнымызға отырып, теледидарға назар аударамыз. Балалар, бәріміз теледидарға назар аударайық. Балалар, қараңдаршы. Мына жерде бізге қандай жылдың мезгілі белгіленген? Дұрыс айтасың. Ал қыс мезгілінде ауа райы қандай болады? Айта Байлана. Қар жауады, аяз болады, боран болады. Боран соғады, дұрыс айтасың. Балалар, бір жылда бізде неше ай бар? Бір жылда? 12 ай бар. 12 ай бар, дұрыс айтасыңдар. Ал бір аптада неше күн бар? Bir haftada 7 gün var. Күн бар. Ал бір жылда неше жыл мезгілі бар? Bir жылда 4 mezgili var. Дұрыс айтасың. Ал бүгін бізде қандай күн? Бүгін біздің аптамыз қандай? Бейсенбі. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Тамаша. Енді қазір біз дидактикалық ойын ойнаймыз, балалар. Бәріміз сақ боламыз, қараймыз, бәріміз санаймыз, я? Қараңдаршы, балалар. Мына жерде бізде сөрелер берілген, я? Сөрелер. Бұл сөрелерде қандай? Бұл не? Қандай нелер? Автокөлік. Ал бұлар кімдер? Жүргізушілер, дұрыс айтасыңдар. Енді балалар қараңдаршы, автокөлікті санайықшы. Қанша бар екен? Сөйлем ішінде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 дұрыс айтасыңдар. Ал жүргізуші санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Балалар қараңдаршы, сөреде автокөлік пен жүргізушілер бір-біріне тең бе? Тең болып тұр. Автокөлікті орыс тілінде қалай айтамыз, балалар? Водитель. Автокөлікті Транспорт. Ал жүргізушіні водитель айтамыз. Енді жарайсыңдар, қараңдар. Мысалды қараймыз, міне дидактикалық ойынды қараңдар. Енді мына жерде 9 машине, мына жерде 9 жүргізуші, я? Автокөлік пен жүргізуші. Оған тағы бір автокөлік болғанда қанша болады? 10. Енді қараңдаршы, автокөлікке бізге кім керек? Машина автокөлік жүре алмайды ғой, оған кім керек болады? Кім керек? Кім керек? Жүргізуші тағы да, я, дұрыс айтасың, Аймен, тағы да бір жүргізуші керек. Сонда мына машинені тағы да бір жүргізушіні қосқанда қанша болады? Санаймыз. 10 болады. Енді кәдімгі әрі қарай санаймыз. Енді қараңдаршы, балалар. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. қанша болды автокөлік? 10. 10-ды орыс тілінде қалай айтамыз? 10. Дұрыс айтасыңдар. Енді жүргізуші санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 болды, 10. Енді балалар қараңдаршы, автокөлікпен мына жүргізуші бір-біріне тең бе? Иә, дұрыс айтасыңдар. Кәнеки, ортаға кім шығады маған есеп шығаруға? Кім шығады? Айлана, келе ғой. Меден сосын сен келесің, иә? Кәнеки, барлығымыз шығамыз, барлығымыз ауызша дейді. Айлана, келе ғой, мына жерге кел, міне жерге келесің. Так, кәнеки, шыға енді маған 9 салдырдаршы, міне 9, иә. Қосамыз. 1,
Қанша болады? Қос, өзің сана. Айт. 9 қосу 1 Сен болады. Қанша болды? 10 болады. Тамаша. Отыра ғой. Рахмет. Балалар, қараңдаршы. Дұрыс па есеп шығарған Айланың? Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Тамаша. Әрі қарай жалғастырамыз. Балалар, енді әрі қарай біздің. Балалар, қараңдар, мендерге қараймыз. Мендерде біз не істеу керекпіз, балалар? Сандар бар, я? Сандар бар. Бұл сандардың көршілес сандарын не істеу керек? Тауып, орналастыру керек. Қанеки, кім келеді маған? Кім келеді? Қанеки, жүре ғой. Бізге келеді Мадияр. Қанеки, енді тап, алды таба ғой. Айт, қандай сағында? 7 сан. Тамаша. Әрі қарай. Қандай сан айт? 9. Дұрыс айтасың. 9 сан. Тамаша. Қандай сан? 5. Балалар дұрыс қойып жатыр ма? Қандай сан? 2. Енді соңғы сан қандай бізде? 4. Дұрыс айтасың. 4 сан жарайсың. Отыра ғой. Кәне, санауға кім келді маған? Санауға маған Мерека келді. Мерекем. Сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, Мұқият қараймыз балалар. 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша, рахмет, жарайсыңдар. Балалар, енді келесі тапсырма балалар, қараңдар. Мен сендерге бір өлеңнің шумағын оқып жіберейін. 9-ды 1-ге қосамыз, 10 санын енді тосамыз. Қос табан таңбаны кім білмек? Олар бірмен дөңгелек. Балалар, қандай сан туралы бұл өлең? 10 сан, дұрыс айтасың. 10 сан балалар 2 таңбалы сан, көрдіңдер ме? Онда міне 1 сан және 2 сан қосылса, бұлар 2 таңбалы сан болады, я балалар? Қанеки, алдарына сандарында алыңдар, сандарында. Қолдарымызға аламыз. Аламыз сандарымызды. Алдында ма? Енді маған сендер 8 санды қанеки көрсетіңдерші маған, 8 санды. Тез-тез қимылдап қанеки. Дұрыс көрсетің. Көтереміз 8 сан. Тамаша. Тамаша, дұрыс. 8 сан, дұрыс. Енді келесі сан бізде 6 санды көрсетіңдер. 6 сан. 6 сан, қанеки. Жарай, тамаша. Тамаша. 6 сан. Қанеки, көрсетші маған 6 сан. 6 сан. Қыздарынан де, қыздарынан де. 6 санды. 6 сан. Тамаша. Жарайсың. Енді жаңа біз өткен тақырып бойынша қандай біз санмен таныстық балалар? 10. Енді 10 санды көрсетіңдерші кәне маған, 10 сандарында. 10 сандарды көрсетіңдерші. Тамаша. Жарайсыңдар, тамаша. Енді сандарды алып, қайтып оларға салып қойыңдар. Қанеки, біз сергізу сәтін жасап жүрек, я? Шашаған шашты. Қанеки, бәріміз тұрамыз. Тамаша. Қанеки, бастаймыз. Кел. Санаев, Санаев. Ойның аты санама, 10-ға дейін күдірмей,
жіберемін, иә? Сендер ойланып, маған қол көтеріп айтасыңдар, иә? Табақта 3 алма, қолында 2 алма. Қосқанда барлығы неше алма болады? Кім айтады? Кәне кім айтады? Айта ғой. 5 алма болады, мейлі дұрыс айтады. Ағашта 5 құсы отыр, оның 2-і ұшып кетті. Ағашта неше құс қалады? 5 құс ұшып кетті. Тамаша. Әрі қарай себетте 2 алма, табақта 3 алма. Қосқанда барлығы нешеу? 5-еу, дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар. Енді келесі ауызша мұқият тыңдаймыз балалар. Бартыр тыңда мені. Нешеу үстел үстінде 3 бәліш, оған апам қосты тағы 4 бәліш. Барлығы сонда қанша болды? Неше бәліш болды? 3 бәлішке тағы 4-те қосқанда Медина? 7 болды, дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Енді тағы соңғы ауызша есеп. 10 жағымда 3 ұлу, сол жағымда 9 ұлу. Қосып екеуін едіп барлығын. Сонда қанша шықты балалар? 10 жағында 3 ұлу, сол жағында 6 ұлу. Қанша болады? 9 болады. Тамаша, жарайсыңдар. Тамаша. Балалар, енді келесі алдарында не жатыр? Сызғыш бар, сандық сызғыштарды аламыз. Алда сандық сызғыш арқылы балалар біз қазір есеп шығарамыз, иә? Так, алдыңдар ма? Мына ала ғой тағы. Алдарына қараймыз, алдарына қарамай бардым. Алдарына қараймыз, алдарына қарамыз балалар. Бұлай бұрылып отырыңдар, бұрылып отырамыз. Ыңғайлы болу үшін балалар бәріміз отырамыз. Енді сызғышқа мұқият қараймыз, санды сызғышқа. Санды сызғышқа қараймыз. Сызғышта бірден бастап қай санға дейін? Белгіленген 10-ға дейін, иә? 10-ға дейін, дұрыс айтасыңдар. Енді қараңыз мұқият. Қазір есіңдерді сұраймын. 5 сан. Көріп таптыңдар ма 5 санды сызғышқа? 5 саннан алға 2 қадам жүрсек қанша болады? 7 болады, дұрыс айтасыңдар. Ал енді 7 санды көріп түсіңдер ма? Оған тағы да 2 қадам жүргенде қанша болады? 9 болады, дұрыс айтасыңдар. Ал енді 9 санға бәріміз мұқият қараймыз. Қараңыздар ма? Одан артқа 2 қадам жүрсек қанша болады? 7 болады, дұрыс айтасыңдар, 7 болады. Ал 7 саннан артқа 2 қадам жүрсек қанша болады? 5 болады, жарайсыңдар балалар. Сызғыш арқылы сендер есеп шығару білесіңдер, иә? Енді барлығымыз сызғыштарымызды қайтып саламыз. Дәптерімізді ашамыз, жұмыс дәптерімізді ашамыз. Барлығымыз 10 саны, бүгінгі тақырып 10 саны. Қайда болу, сандық сызғыш арқылы көмегінен мысалдар шығарамыз. Таптыңдар ма? Енді бұлай қайып қойды дәптерлеріне балалар, что бір-біріне не болмасын? Бір-біріне ешаттамасын. Таптыңдар ма? Тез-тез балалар, тез-тез деймізді табақ аламыз. Амин, арнанға тақ, ашын. 10 саны, міне. Теледидарға да қараңдар. Теледидардан есімдерге қойып қандай. 2 және 5 деген сан. 2 және 5 деген сан. Таптыңдар ма? Барлығында, қанеке, таптың ба сен? Сен тапқан жоқсың, иә? Тапқан жоқсың. Так. Міне. Так. Міне. Сиез ба? Аштыңдар. Қанеке, тез балалар. Қалғандарын аштыңдар ма? Аштыңдар.
Tamamsınlar ya? Tamamşar. Endi dafterga qaraymiz bazımız. Birinchi taqsirma. Tekshiruvda to'g'ri және keri sana deydi. 10 sanın payda bo'lib chiqaruga bo'ladi deydi. Balalar biz yana tekshir arqali biz esep chiqardik ya. Endi qaranglarchi. Sızgıçta qaranglar balalar. Sızgıçta sanab ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 keri sanab o'ribmiz endi ya. 10 Жарайсыңдар, енді қараңдаршы, мына жерде неше куб бар екен. Бірақ та шығанын кубын санамаймыз. Қанекі санайық. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya? 9 болды. Оған тышқан тағы бір куба келді, я? Қанша болды барлығы? 10 Дұрыс айтады Алинұр, 10 болады. 10 сызғышқа 10-ды біз не істейміз? Қараған зашықпен белгілеп қоямыз. Белгілейміз барлығымыз. Белгілейміз. Он санды белгіледіңдер ма, Қанеке? Тамаша, жарайсыңдар. Белгілер. Он санды белгіледі, я? Енді келесі бізде екінші тапсырманы қараймыз, балалар. Екінші тапсырманы қараймыз, балалар. Екінші тапсырмада суретке қарап есеп құрастырамыз. Санды сызғыш бойынша жауабын шешімін табамыз, я? Қанеке, енді санайық. Мына жерде не бар? Алмалар, я? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ya? 8. Енді біреуін алып кетті, бір алманы алып кетті, я? 9 болғандың, я? Кірпі бір алманы алып кетті ма, 2 алманы алып кетті ма? Бір алманы алып кеткенде қанша қалды? 8. Енді сызғышқа 8 санды не істейміз біз? Қоршап қоямыз, я? Белгілеп қоршап қоямыз. Так, Қанеке. Белгіледіңдер ма? Ya, dұрыс. Тамаша, дұрыс. Жарайсыздар. Енді астында қараңдаршы, балалар. Қандай бізде не өсіп жатыр? Саңырау құлақтар, я балалар, саңырау құлақтар. Ал енді қараңдаршы, мынау қыз себетке неше саңырау құлақ салып алды? 2 салып алды. Сонда барлығы қалғаны қанша қалды? Санайықшы, Қанеке. 1 Қанша қалады? 8 Ал нешеуін алып кетті? 2 алып кетті. Дұрыс айтасыңдар. Енді сызғышқа сендер істейсіңдер. 8 санды қайтып белгілейміз. Үстіңгі, балалар, үстіңгі жақты, астыңғы жақты бір-біріне не болды? Тең болды. Дұрыс айтасыңдар. Көріне ма? Тең болды. Жарайсыңдар. Медина. Жарайсыңдар. Қане, белгілесің ма? Дұрыс. 8 санды белгіледі. Көрдің ба? Неше қалды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Неше болды? 8, дұрыс. 8 санды белгілейміз. Айзере, Қанеке, санайықшы мына жерге, қара. Сана. 1 2 3 4 5 6 7 Қанша болды? 8 8, дұрыс айтасың. 8 санды белгілейміз. Тамаша, жарайсыңдар. Так, ары қарай. Балалар, үшінші тапсырма. Қараңдар, мұқият қараймыз. Үшінші тапсырмада үлгі бойынша орында дейді. Мынау қараңдар, қандай пішіндер бізде орналасқан? Үш бұрыш, я.
neni kletka boyunca ne isteymiz biz? Ары қарай пішіндерді жалғастырамыз. Дұрыс. Тамаша. Так, денелерімізді қалай ұстаймыз? Тізе ұстаймыз, қисаймай отырамыз. Кәнеки Алинұр, ұстап, денеңді. Мойларымызды тізе ұстаймыз, кәнеки. Дұрыстап отырамыз. Әдемілеп отырып, сызамыз дәптерлерімізді. Кәнеки тұсанам, дұрыс. Дұрыс. Кәнеки кішкене қимылдап, тестер жасаймыз. Жасаймыз. Так, кім болды? Жаппаймыз дәптерді, әлі жаппаймыз. Кім болды? Қалғандарын күтеміз. Қарындаштарды салып қойыңдар, Нұрали. Болдың ба? Тамаша, батыр. Кәнеки аяулымда жақсы істеді, кәнеки. Енді үш бұрыштарында ақырын ғана қисық кетірмей, осылай тізбекпен саламыз, е? Иә. Жарайсыздар, балалар, енді қалғандарымыз, сосын жалғастырамыз, я, жұмыстарымызды. Қайық, алдарында не тұр астында? Смайлик тұр, я, балалар? Бүгінгі сабақ қалай өтті? Көңілді ме, көңілсіз бе? Көңілді. Енді біз көңілді қарындашпен суретімізді белгілейміз, я? Смайликқа біз белгілейміз, я? Көңіл күйімізді белгілейміз. Тамаша. Енді дәптерлерімізді жабамыз. Дәптерлерімізді жабамыз да қоямыз. Так, әкелмей қой. Так, дәптер жинамаймыз. Балалар, отырыңдар. Так, балалар, қорытынды жасаймыз. Бүгінгі біздің сабақта қандай санмен біз таныстық? Санмен таныстық, я. Біз қандай есептер шығардық? Қандай? Сызғыш арқылы есеп шығардық, және сандар арқылы, я? Сосын есеп тағды? Автокөлік пен жүргізуші арқылы есептер шығардық. Балалар, сіздерге сабақ ұнады ма? Жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Дәптерлерімізді